Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы процессор және оның сипаттамалары. Сабақтың мақсаты қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру. Оқушылар, компьютер процессорының қызметі және оның негізгі сипаттамалары жайлы біз не білеміз? Жалпы процессор ұғымымен және құрылысымен біз 5-ші сыныптан бастап танысқан болатынбыз. Процессор компьютердің негізгі микросхемасы. Ол жартылай өткізгішті күрделі құрылымды жазық пластина. Қарапайым тілмен айтқанда, процессорды компьютердің миы деп қарастыруға болады. Оқушылар, процессорды компьютердің миы деп қарастыратын болсақ, онда адам миы мен компьютер миын салыстырып көрелік. Адам миы дене мүшесі ретінде ағзадағы барлық өмір сүруге жауапты органдардың жұмысын реттеп отырады. Ал компьютер миы берілген программа бойынша жұмыс істейтін қарапайым миы бар ақпаратты өңдеуге арналған электронды құрылғы. Олардың ұқсастықтары: екеуі де ақпаратты сақтай алады, екеуі де ақпаратты өңдей алады, екеуі де ақпаратты қабылдайды және ақпаратты тасымалдайды. Келесі кестеде адамның дене мүшелері және компьютер құрылғыларының қызметі көрсетілген. Талдайық. Ақпаратты сақтау үшін адам зердені, ал компьютер жад құрылғыларын қолданады. Жад құрылғыларына тұрақты жад, жедел жад, кеш жад және сыртқы жадты жатқызуға болады. Ал ақпаратты өңдеу үшін адам ойлау жүйесін қолданса, компьютерде процессор ақпаратты өңдейді. Ақпаратты қабылдау үшін адам сезім мүшелерін қолданады, ал компьютер енгізу құрылғыларын қолданады. Енгізу құрылғыларына пернетақта, микрофон, сканер, камера, тінтуір жатады. Ақпаратты тасымалдау үшін адам сөйлеу арқылы және қозғалыс жүйесін қолданады. Ал компьютер дыбыс колонкалары, принтер, плоттерлер, яғни шығару құрылғыларын қолданады. Сонымен оқушылар, процессор бұл программаға сәйкес операцияларды орындауға арналған компьютердің негізгі құрылғысы болып табылады. Көптеген микробөліктерден құралған компьютердің барлық есептеулері мен ақпарат өңдеу жұмыстарын орындайтын электрондық микросхема. Микропроцессор немесе орталық процессор бұл дербес компьютердің миы болып табылады. Микропроцессор мәліметтерді есептейді және өңдеуді орындайды. Сонымен қатар компьютердің ең қымбат микросұлбасы болып табылады. Процессор қалай жұмыс істейді? Қарастырып көрелік. Барлық деректер мен команда түрінде енетін ақпараттар жедел жадтан сыртқы шиналар арқылы процессорға түседі. Процессордың арифметикалық логикалық құрылғысында командаларға сәйкес деректерді өңдеу процесі жүргізіледі. Нәтижесі оның шығару құрылғысы арқылы беріледі. Келесі процессордың негізгі сипаттамаларына тоқталайық. Процессорды таңдау үшін ең алдымен процессор құрастырушы компанияға мән беруіміз керек. Одан кейін процессордың тактілік жиілігі және разрядтылығы, сонымен қатар кеш жады, ядролар санына назар аударуымыз керек. Толығырақ келесі бейнені қарап өтейік. Компьютерлер сипаттамасы. Дербес компьютер өнімділігі жылдам жұмыс істеуі компьютердің ақпараттың үлкен көлемін өңдеу мүмкіндігі. Ол процессордың тез жұмыс істеуімен, жедел жад көлемімен және оған қол жеткізу жылдамдығымен анықталады. Процессордың өнімділігі жылдам жұмыс істеуі 1 секундта орындалатын қарапайым операциялар саны. Процессордың тактілік жиілігі, үйлестіру жиілігі.
процессордың 1 секундтағы тактілер саны. Ал такт қарапайым операция орындалатын, мысалы қосу, уақыт аралығы, микросекундтар. Процессордың разрядтылығы процессормен тұтастай өңделіп, жеткізіле алатын екілік кодтың максималды ұзындығы. Разрядтар саны. Қол жеткізу уақыты жедел жад модулінің жылдам жұмыс істеуі жадыдағы ұяшықтан немесе жадыдағы жазбадан ақпаратты минималды мөлшерде оқуға қажетті уақыт кезеңі. Жадының көлемі, сыйымдылығы, сонда сақтала алатын ақпараттың максималды көлемі. Жазбалардың тығыздығы, жолдың ұзындық бірлігінде жазылған ақпарат көлемі 1 мм-ге бит. Ақпараттың алмасу жылдамдығы құрылғыдағы сол тасымалдаушыны көшіру мен айналдыру жылдамдығымен анықталатын тасымалдаушыға жазу немесе оқу жылдамдығы. Процессор ядросы құрылысын қарастырайық. Арифметикалық логикалық құрылғы. Бұл барлық математикалық және логикалық операцияларды орындайды. Басқару құрылғысы. Процессордың командаларды тізбектеп орындауын қамтамасыз етеді. Кэш жады ақпаратты уақытша сақтауға арналған шағын көлемдегі өте жылдам есте сақтау құрылғысы. Регистрлар командалар және процессорда өңделген ақпараттарды сақтайтын процессор ішінде орналасқан жад ұяшықтары. Зоопроцессорлар қалқымалы үтірлері бар сандарды өңдеуге арналған қосымша процессор элементі. Ал интерфейс микропроцессор мен сыртқы құрылғылар арасындағы деректер ағыны мен олардың көлемін басқаратын құрылғы. Жүйелік шина компьютердің барлық құрылғыларын байланыстыратын ақпараттық магистраль. Сонымен оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызда процессордың негізгі қызметтері мен сипаттамаларын өткен болатынбыз. Тапсырма. Компьютер сататын дүкенде сен кеңесші болып жұмыс істеп жүрсің. Тұтынушыға қандай процессорлы компьютерді сатып алуды ұсынар едің? Процессордың негізгі сипаттамаларын есепке ала отырып, интернет көмегімен келесі кестені дәптерге толтырыңыз. Келесі тапсырмада процессордың сипаттамалары берілген. Сол сипаттамаларға сәйкес жақсыдан қуаттырақ компьютерге қарай орналастырып көр.